өзіндік мақсатты қалыптастыру жағдайында төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдай. Csikszentmihalyiдің айтуы бойынша алаңдау. Мұғалімдердің оқушыларды болжамдар ұсынып, талқылауға тарту арқылы пікірлесуге, дәлелдемелер келтіруге үйрететін әңгіме түрі. Зерттеушілік әңгіме. Жаңа білімдерді, әдістерді және ережелерді түрлі нұсқада пайдалану Блум таксономиясының қай қадамына сәйкес қолдану. Айтылған пікірлер мен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе беретін әңгіме түрі. Кумулятивтік. Оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімді тәсілді көрсетіңіз. Өзгелерді оқыту. Сыныпқа қатысты қара жәшік метафорасы қолданылады. Блек пен Уильям осы метафораның негізгі идеясын көрсетіңіз. Оқушылардың өзін-өзі бағалауын дамыту. Бағалаудың барлық түрлеріне тән 3 сипаттама бар. Интерпретация сипаттамасы сәйкес мұғалім әрекеті. Оқушының жауабын критерийге сәйкестендіру. Оқыту үрдісінде ақпаратты коммуникациялық технологияларды енгізу нәтижесінде мұғалім түсіндіріп жатқанда оқушылар тыңдайды және электронды жазба жасайды. Ұлы дидактика еңбегінің авторы Каменский. Даму мен білім берудің өзара байланысы заңдылық. Сауал сұрақ жүргізу әдісі анкета жүргізу. Мектеп сынып оқу тобы үшін оқытудың әр түрлі деңгейлі жағдайын қарастыру. Саралап деңгейлеп оқыту. Үлгі мәтінді терең түсінуге мүмкіндік тудыратын оқыту әдісі. Джигсо әдісі, сыни ойлау, логикалық, аналитикалық. Макаренко бойынша ұжымның өмір сүру заңы, қозғалыс тоқтату. Бағалау әдісі, емтихан. Оқу үшін бағалау әдісінің бағыты оқушылардың оқуына ықпал ету. Ынталандыру әдістері, мадақтау, жазалау. Ғылыми педагогикалық зерттеулердің эмпирикалық әдіс түрлері. Бақылау, әңгіме, сауалнама. Сынып жетекшісінің оқушыларды зерттеу әдісіне жатады. Бақылау. Топтық әңгімелесу. Оқушыларда өзіндік мақсатты қалыптастыру жағдайында жоғары дағдыға төмен міндет қойылған жағдай. Csikszentmihalyi. Зерігу. Бізде бұл сұрақ 2 рет кезікті. Қараңыздар. Оқушыларда өзіндік мақсатты қалыптастыру жағдайында жоғары дағдыға төмен міндет қойылған болса, ол зерігу болады. Төмен міндет қойылған жағдайда. Ал жоғары дағдыға жоғары міндет қойылған жағдайда ол бізде болды. Қандай? Алаңдау. Алаңдау болады. Қазір көрсетсе, міне. Оқушыларда өзіндік мақсатты қалыптастыру жағдайда төмен дағдыға жоғары міндет қойылған жағдайда алаңдау болады. Ал төмен дағдыға төмен міндет қойылса, ол бізде зерігу болады. Осыны шатастыра алмаймыз. 2 сұрақ.